Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қалай басталып жатыр? Менің оқырмандарым, сүйікті тыңдармандарым. Маған кеше осы YouTube-тан екі психоматрицаны көріп шығарған Айсәуле есімді өте керемет қыз хабарласты. Бүгін сол кісінің психоматрицасын бірге шығарып көретін боламыз. Енді екінші шығылардың психоматрицасы басқаша есептелінеді, кішкене өзгеріс бар. Сондықтан сіздерге тағы да үйретерім бар десем де болады. Ең бірінші біздің жасайтын амалымыз 2 қосылған 4 қосылған 2 жарайды 0-дерін де алайын, иә? Бірақ 0 ешқандай ол значение бермейді десем де болады. 2 қосылған 4 қосылған 2 қосылған 3. Бізде 11 шықты. Екінші жасайтын амалымыз 1 қосылған 1. Яғни 2, иә? Біздің екінші қосымша санымыз шықты бұл жерде. Мынау біздің бірінші қосымша санымыз. Енді үшінші жасайтын амалымыз бізде 11-ді аламыз және минус 2. Бұл бізде психоматрица Пифагордың формуласы болып табылады. Кеше айтқанмын, кез келген жерде жүреді. Және көбейтеміз. Мұнда сан болмаса, значит 2-ні аламыз. 2-ні аламыз. Так. Көбейту амалы бірінші орындалады. Бізде 2-ні 2-ге көбейткенде 4, 11-ден 4-ті алған кезде, алайын, 11-ден 4-ті сіздерге түсінікті болу үшін 7 шығады. Яғни бізде үшінші қосымша санымыз 7 шығып тұр. Енді төртінші жасайтын амалымыз бізде жаңағыдай 7-нің өзі түсіп отыр ғой осы жерде. Значит, тағы да 7 түседі. Бір ғана 7 түседі тағы да. Өйткені мына жақта бір ғана сан шықса, осы қайтадан қайталанады төртіншіде. Бесінші жасайтын амалымыз бар болады бізде. Осы екінші шығыларда алдымен жылын аламыз. 2003 жылы туылды, Айсәуле. Одан минус туған күнін аламыз. 0,2-ні аламыз, яғни одан минус 0,4-ті аламыз. Одан 11-ді аламыз. Одан 2-ні аламыз. Екінші қосымша санымыз. Үшінші 7-ні аламыз. Одан кейін бізде төртінші қосымша санымыз. Тағы да 7-ні аламыз. Енді есептейтін болсақ, достар, 2000 минус, енді бірінші біз 2-ні аламыз, минус 2, минус 4, минус 11, минус 2, минус 7, минус тағы 7-ні аламыз. Сонда 1970 шықты. Так, 1970. Енді жасаймыз кешегідей психоматрица саламыз. Пифагор психоматрицасын. Енді бірліктерді санаймыз. Так, Айсәуледе 1, 2 бірлік тұр, мұнда. Значит, осында 2 бірлікті түсіреміз. Мынау бірлік тағы бар мына жерде. Значит, бұл мінезді жасауға болады. Осымен жұмыс жасаса, осы мінезде шығады деген сөз мынау үшінші. Енді екілерді санап шығатын боламыз. 1, 2, 3. 3 екісі бар. Гиперэнергичная. Үштіктерін санап шығамыз енді. 1, так. 3-тен біреу ғана. 4-тен біреу ғана. 5 жоқ. 6 бізде 6-да жоқ.
7 бізде 1, 2 және 3-ші 7 бар. 1, 2 шақшаның ішіне жазамыз 3-ші 7-ні. Так, 8-ден бізде жоқ. 9-дан 1, 9 ғана бар. Бұл да шақшаның ішінде тұрады. Енді келетін болсақ, бұл қалай жасалынады? Психоматрица 2000 жылғыларға осылай жасалынатын болады. Енді Айсәуленің мінезін толықтыра түсетін болса, бұл кісіде 2 бірлік көрсетілген, мінезі жұмсақ, нәзік, көңілге тез қабылдайтын деп айталамын. Сыннан емес мақтаудан тез өсетін кісі деп айталамын. Әрдайым Айсәулені мақтап отыратын болса, Айсәуленің жетер жетістіктері өте керемет болады. Так, мінезі жұмсақ, яғни бұл кісінің мінезі жұмсақ десем болады. Мынау 3-ші 1 бірлік түрі, егер мінезбен тағы жұмыс істейтін болса, мінезі кішкене қаттырақ мінезде пайда болады, уақыт өте келе, бірақ бұл жерде 3-2 көрсетіліп тұр. Енді 2000 жылғылардан әрі қарай туылған балдар өте энергияға толы жандар, оны өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан да гиперэнергичная болуы бұл кісінің қалыпты жағдай десем де болады, бірақ бізде 6 жоқ, яғни физикалық тұрғыға қарағанда ойланып, мимен істейтін жұмыстарды өте жақсы атқарады деп айталамын бұл кісіні. Енді жаңағыдай физикалық тұрғыға қарағанда именно болашақта ойлау жүйесімен жұмыстар атқарса, энергиясы толыққанды болып жүреді. Ең бастысы бұндай кісілерге теледидар, артық телефон, жаңағыдай керек емес мағлұматтарды көп алмай тек өзінің болашағымен жұмыс жасайтын болса, өте жетістікке жететін жандар. Интерес өте мықты, жақсы деп айталамын. Өмірге деген көзқарас жалпы бар. Жаңағыдай жан-жағына қызығатын, әрбір дүниеге сол қызығушылығының арқасында 2003 жылғы ғой бұл кісі. Соның өзінде маған жазып, осындай рахмет көп инстаграмға маған өзінің жаңағыдай есебін шығарып, осылай Пифагор психоматрицасына салып жіберіпті. Өте риза болып отырмын. Рахмет көп, интерес өте жақсы. Болашақта бұл осы интересінің арқасында өте көп толағай табыстарға жететіні анық. 1-4 бар. Значит, бұл кісіде туа бітті денсаулық бар, бірақ кішкене слабость болуы мүмкін деген сөз. Енді әділдікті жақсы көреді деп айталамын. Бұл кісіні керек кезінде сабырлы бола алады деп айталамын. Визуалды түрде көп армандайды, яғни бестік жоқ бұл кісіде. Көп армандап, өзінің қиял ғажайыбы бар адам десем де болады. Бірақ ең бастысы сол арманына шын жүрекпен сеніп, сол бойынша жұмыс жасайтын болса, Айсәуледе өте сондай болашағы жарқын болатын жан деп айталамын. Өйткені жетілігі өте көп. Яғни 2 жетілік тұрған жерде біз нақты айталамыз, бұл кісінің маңдайы жұлдызынан туған жан деп, яғни өте жолы болғыш, сондай әйел бақыты туылғаннан берілген деп айталамын. Так, 6-лық жоқ. Бұндай кісілер тұрмысқа шыққан кезде, үй жағдайында көп отырып қалуы мүмкін. Енді жұмыс жасамай деген сияқты да, енді ол болашақтың назарына қалдырсақ та болады, уақытына қалдырсақ та болады. Бірақ мен Айсәулені ойлаймын, өзінің осындай керемет артық тұстарын пайдаланып, болашақта үйде емес, сыртта да өте қатты дамитын, сондай тұлға болып қалыптасатыны. 8 жоқ, енді чувство долга дейді ғой, бұл мүмкін енді семьяға жауап береді да. Қалай айтсам болады, ата-ана, бауырлар алдында жаңағыдай алдында борышкерлік дейді ғой, болашақта семьямен. Әрине бұның барлығын, енді бұл 2003 жылғы кісілер қазіргі таңда 17-де, өте жақсы жас, болашақта бұл качествосын дамытады деген ойдамын, ата-ана, бауырларға деген. Енді нақты бұл ғана психоматрицаға ғана қарап, адамның өмірін немесе тағдырын, адамның мінездерін толық айта алмаймыз. Өйткені
бізде именно планетасына қарауымыз керек ол кісінің, иә. Бұл Айсәуленің планетасы күн планетасы болып табылады да. Қателеспесем, күн планетасы. Бір тоғыздығы бар. Енді 2000 жылдардың психоматрицасын салған кезде көбінесе осы 9 пен 8 сандар көп кездеспейді да. Сондықтан да бұл качестволарды дамытуға болады. Мен бұл кісіні айта алмаймын, памяті жоқ немесе басқа деп, иә. Бұны дамытуға болады деген сөз. Мінезі өте ашық жарқын кісі деп айта аламын. Өте жолы болғыш. Сондықтан да тек сәттілік Айсәулем. Тағы да 2000 жылғылардың психоматрицасын түсінбеген жандар болса, маған осында жазсаңыздар болады. YouTube желісіне сұрақ ретінде астына комментарий қалдырсаңыздар болады, немесе менде Instagram желісіне Алтынай Азимова деп іздейтін болсаңыздар, мен бірден сіздердің аккаунттарыңызда пайда боламын. Содан маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сіздерге үлкен рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Алғысым шексіз. Күндеріңізге тағы да сәттілік тілеймін.